Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек мереке, береке болсын. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме баршаңызға аян 1941 жылы болған Ұлы Отан соғысы. Осы СССР-дің заманында соғысқа қатыспаймын деп соғыстан қашқан солдат жөнінде болғалы тұр. 1941 жылы фашистік Германия социалистік мемлекет СССР-ға баса көктеп кіреді. Осы соғыс басталған кезде жан-жақтан әскер алдырып, немістерге, фашистерге қарсы жойқын соғыс болады. Бұл соғыстың залалы біздің қазақ еліне де көп нәубет әкелді. Ол кезде СССР-дің басшысы Сталин болатын. Сталин 18-ден асқан адамдардың бәрін соғысқа жиылдырып, осы 16 мемлекеттен орасан үлкен армия жинайды. Соның бірі Ресейдің қалың тайгасында тұратын бір орманшаның баласы Егоров Василий болатын. Василий бала кезінен әкесіне ілесіп, қалың орманның ішін аралап, қозы құйрық, түрлі ягодтар, осыларды теріп жеп, жер ыңғайына әбден үйренген болатын. Әкесі орманшы кез келген аңның ізін бақылап, жүрген жерінен тауып алатын. Василийді бірде қалың тайга орманына алып шыққан әкесі үйге кештетіп қайтатын болып, кешігіп қалады. Қарны ашқан Василий әкесіне қарным ашты дегенде, әкесі ағаштардың жанына өскен саңырау құлақтарды пышағымен кесіп алып, кішкене от жағып, соған ағашқа тігіп, қақтап саңырау құлақты пісіріп береді. Аш бала құмарлана жеп алады. Сол кезде әкесі орман өлтірмейді, түрлі өсімдіктері бар, жан-жануарлары бар, осыларды дұрыс пайдаланса, адам аштан өлмейді деген сөзі жадында жатталып қалады. 1941 жылы сұрапыл соғыс басталып, Василийді күштеп, міндеттеп, әскер қатарына алып кетеді. Әскерге келген Василий ротаның басшысына: "Мен соғысқым келмейді, адам өлтіргім келмейді" дейді. Ротаның басшысы майор Сидоров Василийға сөгіс жариялап, "Отан үшін отқа түспесең, пат трибунал жіберемін" деп көпшіліктің алдына шығарып алып, сөгіс жариялайды. Амал жоқ, жанындағы қарулас серіктерменен ұрыс майдан даласына аттанады. Майданда бірде-бір неміс әскерін атып өлтірмейді. Ататындай жағдай болып тұрса да, қиы сатып тигізбей, не керек, 1945 жылға дейін әйтеуір солдатсың ба солдат болып ұрыс даласында жүреді. 1945 жылы немістер артқа шегініп, СССР-дің әскері оларды өкшелеп қуа бастайды. Қыстың уақыты жобаменен февраль болса керек. Бір үлкен ұрыстың үстінде немістер артқа шегініп қашқанда қараңғылық болып қалады. Осыны пайдаланған Василий ротадан шектеулеу шығып, қаша жөнеледі. Аяғы бірдемеге шалынып, домалап аунап түседі. Аунаған күйде үлкен бір сайдың түбіне түседі. Орнынан қарғып тұрып, жан-жағына жалтақ-жалтақ қарап, бала кезінен орманды жақсы білетін Василий шығысты бетке алып, бой тасалап қаша жөнеледі. Жобаменен ұрыс даласынан 10 шақырымдай ұзағанда әбден шаршап қалжырайды. Мойнына асынған автоматы бар, белінде бір фляшка су, бір консерва, жарты буханка нан, кішкене тұз, бір қорап сіріңке. Совет өкіметінің солдаттары ұрыс даласында өздерімен бірге осындай заттарды алып жүретін. Не керек, әбден болдырып, бір үлкен май қарағайға, оны сасна деп атайды, арқасын сүйеп отырса, кенет бір ойпаттау жерден көзі апанды шалады. Ақырын жақындап келіп, апанға үңіліп қарап, бұл аюдың апаны екенін түсінеді. Не керек, апанға автоматын оқтап, апанға ақырын кіреді. Апанның жан-жағын қолмен сипап көріп, ешқандай жүн табылмағасын, бұл ескі апан екенін түсінеді. Бірақ түбіне дейін келіп, сіріңкені жағып көрсе, ешқандай аю жоқ болып шығады. Апанның орта беліне келіп, арқасын апанның шетіне тіреп отырып, бір қолына автоматын ұстап отырады. Бұл кезде аюлар ұйқыда жатады.
Кейде аюлар ерте оянатында жағдайлар болып жатады. Сондықтан бір қолында автоматы қалғып отырып ұйықтап кетеді. Едәуір уақыт ұйықтаса керек. Таң атып, тоқылдақтың тоқ-тоқ етіп ағашты тоқылдатып жүргені және сауысқанның сықылық деп жақын маңда жүргенін құлағы шалады. Ұйқысынан оянып, апаннан шығып қараса, құлаққа ұрған танадай тып-тыныш. Автоматтың тырылы, бомбаның жарылғаны естімейді. Ақырын бой сергітіп жүріп, апанға кіріп, бар жоғы бір тушенканы қолындағы автоматтың басына кигізетін штык-нож, яғни пышағы, сол пышақпенен тушенканы ашып, кішкене құрғақ шырпыларды алып, бір жерге үйіп, екі жағына жуандау ағаш қойып, әлгі шырпыларды түтетіп, от жағып, бір айыр жуандау ағашқа тушенканы қойып, оттың үстіне қыздырып, пышақпенен ашып, жеп алады. Осылай сол күнді апанда өткізеді. Келесі күні кәдімгідей тынығып қалған апаннан шығып, шығысты бетке алып, жүріп кетеді. Қолына екі ағаш алып, алдын түрткілеп, жолды байқап жүріп келеді. Түс ауа бастағанда қарны аша бастайды. Баяғы бала кездегі әкесінің саңырауқұлақ бергені есіне түсіп, ағаштарды жағалап, саңырауқұлақ іздей бастайды. Көп іздемей-ақ бір-екі ағаштың түбінен қысқы аязға қатқан саңырауқұлақтарды табады. Штык-ножбенен кесіп, бармақтай ұзын ағашты үшкірлеп, саңырауқұлақтарды соған тізіп, кішкене от жағып, соған қақтап, пісіріп жейді. Біраз отырса, қалғып кетіпті. Жақын маңнан ұлыған қасқырлардың қорс-қорс етіп, жабайы қабандардың бір топ болып жүргені құлағына шалынады. Қаруын оқтап, арқасын ағашқа тіреп, қалғып мүлгіп, таңды аттырады. Өте қатты жаурап қалған екен. Орнынан тұрып, арлы-берлі секіріп, физ-зарядка жасап, қайтадан шығысты бетке алып жүре бастайды. Түс уақыты болса керек, алдынан бір өзен шығып, өзенге қарай түсіп, қолын өзеннің суына жуып, суы мұздай екен. Бу шығып тұрғаныменен су өте мұздай екен. Кішкене бетіне тигізіп суды, енді қолын сүртіп жатқанда, тысыр ете қалған дыбысты естиді. Жалт бұрылып қараса, 200 метрдей жерде қалың ағаштардың арасында тайыншадай желке жүні бір қарыс жабайы қабан тұр екен. Ақырын қаруын дайындап, автоматта екі түрлі болып атылады. Бірі одиночный, екіншісі автоматический. Бір оқтап атылатынына қойып, ақырын қабанның тура кеуде тұсын көздеп, шүріппені басып жібергенде, таңқ еткен қарудың даусы шығады. Артынша екі қарғып барып, омақаса түскен қабан өзеннің олтанына домалап түседі. Жалма жан жетіп келіп, қолындағы штык-ножды аяғын серпіп жатқан жабайы қабанның тура өкпе тұсынан қорс еткізіп, сұғып алады. 200 келедей шығатын дәу жабайы қабанды еттерін бөлшектеп, қалың терісін сыпырып алып, ағашқа жайып қояды. Ендігі жерде бұл етті алып жүрудің өзі де оңай емес. Еттің бәрін шетінен кесіп, ағаштарға іліп, кептіріп алады. Өзеннен флягасына су құйып алып, өзі кішкене ішіп, қайтадан толтырып алады. Келіп, жұқа шырпыларды өткір штык-ножбенен шауып кесіп, бір үлкен емен ағашының астына, ол ағашты дұп дейді, айландыра, майда шырпыларды үйіп, соның ішіне кіріп, қисайып жатып ұйықтап қалады. Ертесіне таң азаннан тұрып, кешегі қабанның етінен 3-4 кесек қылып кесіп, ұзын ағашқа тігіп, кішкене от жағып, әбден қақтап, жеп алғасын, қайтадан жолға шығады. Не керек? Бұл кезде орманның ішінде ұлы шайқастың қарбалас уақыты еді. Немістер шегініп, советтер армиясы өкшелей қуып жатқан кез еді. Не керек? Василий ағаштардан буып, шана секілді зат жасап, мойнына асынып, үстіне қабанның еттерін салып, шананы сүйреп, қабанның терісін үстіне жамылып, алдыға жылжып кете береді. Бір күннен соң, бір жерге демалайын деп тоқтап, қабанның етін, шырпыларды кесіп жауып, айналада не бар бақылайын деп, орманды жағалап жүрсе, бір жер төлеге көзі түседі. Тапжылмай аңдып тұрса, әлгі жер төленің ішінен неміс солдатының киімін киген бір әйел сыртқа шығып, қайтадан ішке кіреді. Бұл автоматтың жылдам оқтап, көз алмай, сол жерді аңдып тұрады. Біраз уақыттан кейін, және бір әйел неміс солдатының киімін киген, ол да сыртқа шығып, қайта кіреді ішке. Не керек кешке дейін аңдып, 5 әйел осы жер төледе жасырынып отырғанын біледі. Василий неміс тілінде сөйлей алмайтын,
Ендігі жерде бұлармен қалай сөйлесетінін білмей, біраз ойға шомылып тұрып қалады. Содан қайта келіп, шанада тұрған қабанның етін сүйреп, жертөленің жанына жақындап, 50 метрдей қалғанда қабанның етін қалдырып, өзі автоматын оқтап, жертөлеге кіреді. Ақырын жағалап, қиюы қашқан жертөленің есігін итеріп жібергенде, сақыр-сақыр етіп ашылып кетеді. Ішке дереу кірген Василий бұрышта бір-біріне тығылып отырған 5 неміс әйелді көреді. Неміс әйелдер қорыққаны сонша, еріндері қалтырап, дір-дір етіп, көздеріне жас алады. Іштерінде біреуі орыс тілінде шала сөйлей алады екен. «Мы не враги» деп айқай салады. Василий автоматын түсіріп, жертөленің ішін көзімен шалып шығып, бөтен адам болмағаннан соң, әлгі орысша сөйлеген неміс әйеліменен орысшалап сөйлеседі. Неміс әйелінің айтуы бойынша, бұлар медиктер екен, госпиталдарда жаралы орыс солдаттарында, яғни совет солдаттарын емдегендерін айтып, жалынады. Василий біраз ойланып тұрып, совет солдаттарының бұл жерге бірер күнде келуі мүмкін деп, әлгі орыс тілін түсінетін әйелге бәрін түсіндіріп, бұдан ары ұзап қашып кетеміз деп көндіреді. Олар да бір бума документтерді сөмкеге салып, қалған медикаменттерді бір сөмкеге салып, Василий менен бірге шығысқа қарай жүріп кетеді. Василий атып алған қабанның етін шанаға салған күйінде өзі сүйреп жүреді. Бұлар осылайша жылжып отырып, көктем шыққанда қалың ну тайгаға келеді. Енді осы жерге адамдардың аяғы жете қоймас деп, жертөле жасап, сол жерге орнығады. Жолшыбай бұлардың көрмеген азабы жоқ. Бір күні тайганың ішін әппақ боран басып, бір-біріне арқан арқылы байлап қойып, Василийдің соңына ілесіп, әйтеуір аман есен қалады. Не керек? Бұлар сол жерде өмір сүріп жатқанда, немістер жеңіліп, советтер, яғни СССР жеңіске жетеді. СССРдің кезінде КГБ деген өте қаны пезер жендеттер еді. КГБ Василийді із-түзсіз жоғалды деп хабарлайды. Міне осылай 1946 жылы соғыстың біткеніне 1 жыл болған. Бұлар қалың тайгада 6 болып өмір сүре береді. Жаздай саңырау құлақ жинап, түрлі жеміс жидектерді жинап, қыстай қабан аулап, бір қысты аман есен өткізеді. 1946 жылы жаз айында орманға қарап жүретін егер бұларды сыртынан байқап қалады. Дереу Москваға телеграмма жіберіп, тайгада бейтаныс адамдар жүр деп хабарлайды. КГБ дереу өз жендеттерін алып, әлгі егердің бастауыменен тура жертөлеге келеді. Иттердің абалап, көп әскердің бұларды қошағанын сезген Василий екі қолын көтеріп, жертөледен шығады. КГБ-ның жендеттері дереу бұларды кісендеп, Москваға алып келеді. Василийді отанын сатқан сатқын деп подвалда ұстайды. Не керек, сот басталғанда Василийді ату жазасына кеспек болады. Сол кезде орысша сөйлей алатын неміс әйелі: «Сіздер бұлай істемеңіздер. Біз мұна бесеуміз госпитальда медик болып істегенбіз. 20 шақты совет солдаттарын емдеп жазғанбыз» дейді. Өздері құшақтап жүрген сөмкедегі документті ұсынғанда сот үзіліске шығып, документтермен танысамыз дейді. Сот документтің бәрін оқып көріп, сол жерде аталған 3 майдангерді табады. Оларға телеграмма жібертіп, Москваға алдырады. Сотқа оларды әкеліп, әлгі неміс әйелдерменен беттестіргенде, үшеуі де бізге көмектесіп, емдегендері рас деп растайды. Сот бірер күннен соң мынандай өкім шығарады: неміс әйелдерді депорт жасап, ол уақытта Германияны екіге бөлген. Бір жағы ФРГ, екінші жағы ГДР. Осы ГДРға пойызға салып, әлгі әйелдерді жөнелтеді. Ал Василийді ату жазасынан алып, 10 жылға ет жеккенге дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, әңгімеміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші еді ғой қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып, қаштай берсін.
Сіздер менен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.